айшықтап көрсетіп жатыр. Берік Жүсіпов деген ағамыз сыр бойында үлкен күйшілік дәстүрдің болғандығын барын дәлелдеп қазір үлкен жедел байсын күйлері деген атпен үлкен еңбек шығарды үстіміздегі жылы. Осы сыр бойының күйшілік дәстүрін айтқан кезде біздің тілімізге алғаш Үсен Төре мен Шал Мырза ілінеді. Осы Шал Мырзаның күйі, бұғының күйі қазір тыңдайтындарыңыз. Қазақта бұғы жануары, киік, марал жануарлары киелі жануар болып есептелген. Оны түйе тұтып қастерлеген. Осы бұғы, киік сынды жануарларға арналып шығарған күй болса керек. Бұл жанр ретінде қалыптасқан. Шығыс Қазақстан өлкесінде де бұғының күйі деген жанр бар. Қазір осы Шал Мырзаның нұсқасын тыңдап көріңіздер. Жаңағы аймақтық дәстүрлер жайлы айтып жатырмыз ғой. Бұл жаңа біз айтып өткен дәстүрлер үлкен күйшілік дәстүрлер деп қазіргі ғалымдардың, зерттеушілердің бөліп айтып жүрген. Бұл шартты нәрсе әрине қазақта күйшілік дәстүр бүкіл қазаққа тән, қай өңірдің болмасын өзінің күйшілері, өзінің күйлері болған және бар. Құдайға шүкір. Келесі тыңдайтын күйлеріміз Дәулеткерейдің күйі Кербез Ақжелең. Ақжелең бұл күй дәстүрінде үлкен жанр болып қалыптасқан күйлер. Ақжелеңдер жайында Айтжан ағамыз өзінің биылғы жылы шыққан Атыраудың 62 Ақжелеңі атты үлкен еңбегінде егжейлі әңгіме етеді. Бұл жалпы әйел образына, әйелдердің бейнесіне арналған жанр дейді. Сондықтан да Ақжелеңдердің алдына әртүрлі тіркестер, кербез сынды сондай әртүрлі тіркестер қосылып айтылып жатады. Осы әйелдер образын сомдайтын Ақжелең күйін қабыл алыңыздар. Дәулеткерейдің нұсқасы.
бәрекелді, қандай керемет күй. Кербез Ақжелеңді осы нұсқасын бізге жеткізген Рысбай Ғабдиев ағамыз. Келесі тыңдайтын күйлеріңіз Қазанғаптың «Жұртта қалған» деген күйі. Бұл «Жұртта қалған» күйінен күй танушылар мынадай ой түйіндейді. Жалпы өнер адамдары халық арасында қашанда өнер адамдарын жете түсіне бермеген. Олар өзінің ішкі жан дүниесімен жалғыз қалып қоятын болған. Шерін айтып, мұңдасатын, сырласатын кісі табыла бермеген қашанда. Мынау Абайда ұлы ақынымыз ойшыл Абайда айтады ғой: атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ, ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ, моласындай бақсының жалғыз қалдым дәпшінім дейді. Бұл жерде Абай нені айтып отыр? Халық бар, ел бар, елдің арасында отыр. Жапан далада тізді емес, бірақ сырласатын, мұңдасатын кісінің жоқтығын айтып отыр, жалғыздығын айтып отыр мұнда. Осындай тақырып осы жұртта қалған күйінен көрінетін сияқты. Енді сол күйді қабыл алыңыздар. Күй қазақта үлкен өнер болатын болса, өнерленің өресімізді деп қалмауымыз бекер айтмаса керек. Біз күйшілерімізді ауыстыра отырып, Батырдан әлі шығады, сабыр етіңдер. Батырдан әлі ағылмен шекілдер орындайды. Күйшілерімізді кішкене демалдырып, ауыстырып отырайық. Келесі кезекті Динараға барып бергіміз келіп отыр. Динара, қабыл алыңыздар.
Динараның алғашқы орындайтын күйі Дәулеткерейдің «Салық өлген» деген күйі. Қазақта жоқтау деген жанр бар, әдет ғұрып, тұрмыс салт жырларының бірі екенін білесіздер. Бұны тек жаңағы жоқтауды ән сөз күйінде емес, күймен де жеткізген. Күйде де аспаптық музыкада да жоқтау жанры қазақта қалыптасқан. Осы Дәулеткерейдің нағашысы Салық Байбижанов деген кісі болған. Бұл кісі қазақтан алғашқы шыққан оқымысты үлкен сондай қызметкер кісі болған. Осы Салық Байбижанов өмірден қайтқан кезде Дәулеткерей өзінің нағашысына арнап осындай үлкен ғалым оқымысты кісіге жоқтап «Салық өлген» деген күй шығарған екен. Осы Салық Байбижан Бабажан Құрманғазының да соңғы өмірінің соңғы жылдарында тыныш тауып, елдің арасында тыныш отыруына атсалысып көмектескен кісі екен дейді. Енді осы «Салық өлген» күйін қабыл алыңыздар. Динараның келесі орындайтын күйі халық күйі «Ақ желең».
келесі. Келесі тыңдайтын күйлеріміз «Бұлбұл» атты күйлер. «Бұлбұл» күйі бұл қазақта күй жанры ретінде қалыптасқан. Бұны күй танушылар бұлбұл күйін әркімде ойналған ақжелең жанрымен сабақтастырады. Және де бұны мынау араб парсы мәдениетінде поэзиялық жанр бар екен бұлбұлға арналған. Осы араб парсы мәдениетінен келген дегенде пікірлер айтады. Өйткені қазақта бұлбұл құсты нағыз атау сандуғаш деп атайды. Ал бұлбұл деген атау араб парсыдан келген атау дейді. Сондықтан да сол жақпен сабақтастырады, байланыстырады. Осы бұлбұл күйінің Еспайдың нұсқасын қабылдаңыздар. Алғаш. Қазақта әсемдік пен сұлулықтың символы болатын болса, әсемдік пен сұлулық әрине әйел затына тән. Жаңа айтып өткеніміздей, бұл да сол әйелдер образына арналған күйлер болып саналса керек. Енді бұлбұлдың Динаның нұсқасын тыңдайық.
қазақ домбыра деген деп осылар айтылса керек. Қазақта жалпы домбыраны барлығы тартқан ғой, бүкіл қазақ. Бірақ соның ішінде мен домбырашымын деп тартқандары да аз болған жоқ. Міне солардың өзінің ішінде ең мықтылары халықтың аузына ілігіп, халықтың есінде қалса керек. Міне осындай Динара сынды домбырашылар халықтың есінде қалса керек. Жалпы күй орындаған кезде күйшіні қолдап, бәрекелді, кәне бас деп осылай қолдап отыратын болсақ, күйші шабыттанып, одан да бетер шешіле түсіп, одан да артық көрсетер ме еді. Келесі тыңдалатын күй Құрманғазының Төремұраты. Бұл күй батырлық рухтағы күй. Құрманғазы бірде-бір Төремұрат Нарынбай деген батырлардың еліне барып, сонда Данай деген қызды алып қашып, содан келген қуғыншылармен болған айқаста батырлық танытып, өзін көрсеткен екен. Кейін оқиға біткеннен кейін тыныш отырған кезде осы Төремұратты шығарса керек сол оқиғаға арнап. Бұл күйдің екінші аты Қыз Данайдың қырғыны деп аталып та тартылады. Енді сол күйді қабыл алыңыздар.
Біз жаңа айттық қой, күйшілерді ауыстырып отырайық. Динара қазір тағы да шығады. Енді ортаға қайтадан Батыржан шақырайық. Батыржанның алғашқы орындайтын күйі бұл кезекте Дәулеткерейдің көр оқылысы қалбамыз. Келесі тыңдайтын күйлеріміз Динаның Домалатпайы. Бұл Домалатпай атты күйлер жалпы күйшілердің арасында қазақта жанр ретінде қалыптасқан десек болады. Бұл күйден күй таушылар бұлайша ойын түйіндейді. Мынау дүние өзі дөңгеленіп жатыр ғой. Осы дөңгеленген дүниенің жалған екендігін мына күй арқылы дүние шексіз, бірақ соның ішінде қамшының сабындай қысқа өмір, адамның өмірі жалған деген сондай үлкен философиялық мән жатқан сияқты бұл күйде. Бұл осы мұсылман эстетикасымен сабақтасып жатыр деген ой түйіндеп ой айтады. Енді осы Динаның Домалатпайын қабыл алыңыздар.
келесі орын алатын күй Сүгірдің шалғымасы. Шалғыма атты күйлер бірер композиторлардың шығармашылығынан біз байқаймыз. Бұл да бір адамның шалғымалы көңіл күйін білдіретін күй болса керек. Енді сол шалғыманы қабылдаңыздар. Құрманғазының бірнеше күйін қабыл алыңыздар. Алғашқы күйі Байжұма. Бұл Байжұма, бұл да жанр ретінде қалыптасқан күйлер шоғыры. Көптеген композиторлардың шығармашылығында көреміз бұл күйді. Бұл күй жалпы шамасы келген адам тартады дейді бұл күйді. Байжұма, шама деген. Жарғап бердің шама деген әнде бар ғой. Орындаушыдан үлкен орындаушылық шеберлікті талап ететін. Бұл жанрда сондай орындаушыдан үлкен шеберлікті талап ететін қиын күйлердің шоғыры дейді. Енді сол Байжұманы қабылдаңыздар.
зерттеулердің нәтижесінде былайша ой тұжырымдайды. Мынау қазір уақытқа шейін дамып заман осылайша келді. Мынау Құрманғазы сол кезде заманның төңкеріліп түскен, бәрінің кері кеткен, кері айналып түскен осы күйде суреттейтін тәрізді. Өйткені күйде бас буыннан, кәдімгі басынан басталатын болса, бұл күй машина күйі бірдестен сағадан, заңдылықтың бұзылуы көрініп тұр, бірден сағадан басталып тұр. Сондықтан да бұл күйден осындай ой тұжырымдайды зерттеушілер. Енді машина күйін қабыл алыңыздар. Теріс қақпай бұл да күй жанры ретінде қалыптасқан. Қазақта қазір музыкада әлсіз үлес пен әлді үлестің алмасуы бар ғой, ырғақ сондай. Соны қазақта бір сөзбен теріс қақпай деп атаған. Сондай ырғақтардың күйдің ырғағының осылайша келуіне байланысты жанрда теріс қақпай деп аталса керек. Енді сол күйді қабыл алыңыздар.
Динара. Динара. Қалғаныңыздар сіздерге тағы да қошемет көрсетіп қойыңыздар. Батыржан жантөренің шалғымасын тартып беремін дейді. Динара келгенше. Күйшілер өздерінің бағасын көтеру үшін, жалпы қазақта әнші, күйші, жыршы болсын, қайсы болмасын өнер адамдар өзінің бағасын көтеру үшін осылай пәлсініп тұрып алатын әдеті бар. Сіздер айып етпеңіздер. Қазір шығып қалады. Динара. Енді Динараға кезек берейік. Динараның алғашқы орындайтын күйі Салауат Керейдің «Ақ желең».
алатын күй Қазанғаптың «Шырылдатпа» деген күйі. Қазанғап өзі жалпы лирик композитор, күйші ретінде бізге белгілі болатын болса, өзінің шоқтығы биік күйлерінің бірі осы «Шырылдатпа». Енді соны қабыл алыңыздар.